Күнде осындай жұмыс, күнде осындай. Таңертең 8-ден бастаймыз, кешке 5-ке дейін 2 аяқпен жүреміз осылай. Бүкіл қаланы аралап. Алланың берген қуаты осы. Осымен жүре беру керек, алға деп. Жоқ, қиын емес, қайта қимыл керек. Қимылдау керек. Жұрт ойлайды, бұлардың жұмысы оңай деп. Да, конечно, как же не работать? Пусть они попробуют сделать это все сами. Они думают, что это так легко, что ли? Давай тазалаңдар, сендердің жұмыстарың бұл дейді. Да, бұра. Қызым бар тұрмыста, 2 немерем бар. Қиын да болады, жеңіл да болады. Бәрі адамға байланысты. Түн табысты адамға ауыр болмайды. Бірақ қыс болғаннан кейін қыста қанша дегенмен нагрузка болады. Аяқ таяды. Менің аты-жөнім Дүйсенбаев Алпыс Найдарович. Жасым беріп алыпты. Жерде 12 жылда оқып қалыптым Строқым. 2011-де келгем. 13 па 12 ма сонда келгем. Біреулер рахмет айтады, біреулер сөгіс айтады. Неге өздерінің жұмыстарын дейді бізге. Көріп тұрсыз ғой, біз оны забивать етіп тастамаймыз үйдің үшін, дұрыс па? Талик Батыр, проспект Сатпаева, 38, квартира 4, устроение течи отопления. Алпыс, устроение течи, Шакарина, 13. Мұнда барып кетсіз? Олман 7, квартира 909-ға барамыз. Ояқта туалеттерінен не су жүрмей қалыпты, соны тазалауға бара жатырмыз. Біздің үйлер, бізде 215 үй бар, біздің ЖКС бірде. Осы үйлердің анау кәріз құдықтарын қарап тұрамыз. Осы жерде істегеніме 2011-ден бері істеп келе жатырмын. Осы ұжымда. Сол жұмысымыз ауыр. Жұрт ойлайды, біздің жұмысымыз жеңіл деп. Жұмысымыз ауыр, действительно. Енді істейміз, амал жоқ, бізден басқа кім істейді енді. Пенсияға дейін істеп шығамыз осы жерден. Семьям бар, не бар. Сол, Аллаға шүкір, жаман емеспіз, жұмыс істеп жатырмыз. Міне, 17-ші үй, 9-ші пәтерге көтерілеміз, 3-ші этаж. Сояқта су құбырынан су өтпей қалыпты. Соны тазалауға келдік. Здравствуйте. Вызывали? Да. Что случилось у вас? Да унитаз забил. Ага. Жұрттың осылай үйінде жүрмеген құбырларын тазалаймыз. Тарт бұра. Это вообще тяжелый труд. И спасибо им за этот труд-то. Без них... Оны көрдіңіз ба, кетірдік. Кейбіреулер бізді мақтайды, рахмет дейді, кейбіреулер бізге сөгіс айтады. Сонда да халыққа жақпаймыз осылай. Бітеле береді. Унитаздары ескі болғасын бітеле береді. Оны олар өздері түсінбейді. Неше түрлі бәлені тастайды, сосын бітейді. Это тяжелый труд. Вообще, они молодцы. Без вас никак. Да, в таком грязи, дерьме, считай, возятся. Это вообще как... Вот, подойдите сюда. Ага. Гурба 21-де даладан колодец тұрып қалды деген заявка түсті. 3-ші, 4-ші квартира жағы. Соны барып тексереміз. Міне Гурба 21.
Бұл коллекторный деп аталат. Бұл қазір егерде бұда су болса, біз тазалаймаймыз. Бұны звондап диспетчерге береміз. Ол ПТВС-ке береді. Міне, көріп тұрсыздар, міне, ашыпты. Міне, мынау ішінде неше бәле лақтырған, міне. Мынау коллекторный колодец. Қазір біз ПТВС-ке звондап береміз. Алло, Юра, ремгруппе, да? А кто там в ремгруппе? Это можешь передать этот коллектор? Гурба 21. Енді Алла сабырлық берсін ондай бауырларымызға. Өздері бір сіздер құсап қасымызда жүріп көрсін, жұмысымыз қандай екен. Бір ойлайтын шығармыз, тап-таза қолдары, тап-таза болып жүр деп. Сабырлық берсін жұртқа. Келіп көрсін жанымызда. Сенбесе. Енді еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын жаңа жылда. Жаңа жылда жаңа табысқа жетсін барлығы. Аман, дендеріне саулық, бастарына амандық, отбасыларына мына бірлік, береке несіп етсін. Сол